Сәлеметсіздер ме? Нұрлы жер бағдарламасы бойынша пәтер алуға қалай өтінім береміз, сол жайында айтатын боламыз. Ең бірінші компьютер арқылы отбасыбанк.kz деп жазып порталға кіреміз. Яғни баспана отбасыбанк.kz деп шығады. Содан кейін өз атымызда отбасыбанк приложениясындағы логин мен парольді теріп кіреміз. Тип реализация дегенде прямое бронирование дегенді басып найти дейсіз. Осы кезде іздейді. Мінекей бізде шықты. Енді өзіңіздің қалаңызды тауып аласыз. Маған Нұр-Сұлтан қаласы керек және нұрлы жер деп жазылу тұру керек міндетті түрде. Мұнда өз үйім, көбі өз үйім деп шықты. Енді бізге нұрлы жер бағдарламасы бойынша керек. Бірінші бетке өтемін. Мінекей ең бірінші тұрған осы бізге керек. Нұр-Сұлтан қаласы бойынша. Улицасы, квартал барлық жазылып тұрады. Яғни мұнда Алматинский район. Көресіздер қандай ЖК сыртын, қай жерде орналасқан, қанша үй беріледі. Барлығын қарап өтесіздер. Содан кейін барлық негізгі ақпараттар жазылып тұрады. Оқып шығуыңызға болады. Подробнее деп түгел ақпаратты алсаңыз да болады. Яғни мұнда метр квадраты 220 мың теңге. Ол өте арзан. Нұр-Сұлтан қаласына арзан болып саналады. Содан кейін мұнда код объекта деген. Міндетті түрде жазып алыңыздар. Этаж, қанша здания бар, материал, қай уақытта салынған, барлық жазылып тұрады. Содан кейін мінекей однокомнатныйлар 33-20, 37-50 метр квадрат. 372 доступны. Және бұл 25 апрельге дейін өтінім беруге болады екен. Первоначальный взнос 0 теңге деп тұр. Негізі 10%-тен жоғары болу керек. Және бұнда вознаграждение қарайды. Неге 2-3 комнаталы және оның планировкасы қандай, қалай салынған. Сосын забронировать деп басасыз. SMS келеді сізге, соны растайсыз. Далее дегенді басып, ары қарай өтесіздер. Мінекей, уважаемый клиент деп шығады. Яғни 5 күн ішінде қарастырады өтінім бергеннен кейін. Және бір рет өтінім берсеңіз, одан отказ келсе, екінші рет өтінім беруге болады екен. Содан кейін мұнда барлық жазылған оқып шығыңыздар. Көбіне бұл вознаграждение қарайды. Чем больше вознаграждение, чем лучше дейді. Яғни сіздің сыйақыңыз көп болған сайын сізге өту мүмкіндігіңіз көп деген сөз. Содан кейін продолжить дегенді басасыз. Мінекей осылай шықты. Мұнда неше этаж және қандай квартиралар бар. Яғни номермен жазылып тұрғандар олар алуға болады, таңдауға болады деген сөз. Құлып тұрған, яғни ол таңдалды, недоступны. Және егер сіз жасылды бассаңыз, таңдалды деген сөз.
өзіңіз таңдайсыз, жылжытып қарайсыз және үстіне басқанда неше метр квадраттық және қалай орналасқан барлығы көрсетіліп тұрады. Мұнда интернет дұрыс істемегендіктен менде көрсетпей тұр. Мінекей барын ашып қараңыздар. 4-ші подъезд, 5-ші подъезд, көбіне осы подъездер көрінбей тұрады, ол үшін жылжыту керек. Мінекей. Содан кейін басқа домдардан қарайсыздар. Өзіңізге ұнағанды қай этаждан, 4-ші, 5-ші этаждан ыңғайлы ма, әлде жоғары этаждардан ба, төменгі этаждардан ба өздеріңіз қарап, ойлап таңдайсыздар. Мен мұнда қазір қарайын. Сосын таңдаймыз. Өзіме ұнаған таңдадым. Выбрать деп басып, ары қарай күтесіз. Содан кейін мінекей осылай шығады. Ознакомлено деп продолжить дегенді басам. Осы кезде барлық мәліметтерді оқып алсаңыздар болады. Сосын сіздерге SMS келеді. Сол SMS-ті қайтадан жіберу арқылы сіз өтінім бересіз. 5 күн қарастырады. Сіздің жалақыңыз ай сайынғы төлемге жете ма, несиелеріңіз бар ма, және егер де жетпеген жағдайда сіз созаемщик, яғни қарызды бөліп төлеуші табуыңызға болады. Ол жақыныңыз, немесе туысыңыз және досыңыз болуы мүмкін. Мені тыңдап отырған барлық оқырмандарыма сәттілік тілеймін.